Құран оқып үйрену бойынша бүгін екінші сабақ. Біз алдында араб тілінің алфавитін өткен болатынбыз. Енді 28 әріпті өттік. Енді осы 28 әріптің өзі екіге бөлінеді екен. Олар біріншісі жуан. Жуанда 7 әріп бар міне, және жіңішкеде 21 әріп бар. Бұны жаттап алуыңыз керек. Жуанда 7 әріпті жаттап аласыздар. Жіңішкедегі 21 әріпті жаттап аласыздар. Енді келесі тақырып ол харакат. Харакат деген осы әріптерді байланыстыратын белгіні бізде харакат деп атайды. Енді харакаттың өзі 3 түрге бөлінеді. Фатха, касра және дамма деп. Фатха деген төртбұрышты әріп деп ойлаңыз. Осы әріптің үстінде қойылатын мынадай сызықты фатха деп атайды. Касра деген мынадай кішкентай әріп деп ойлаңыз. Бір соның астында қойылатын мына сызықты касра деп атайды. Және дамма дегеніміз мынау әріп деп ойласақ, және әріптің үстінде тұратын мына белгіні дамма деп атайды. Енді бұл белгілер қалай оқылады? Егер жуан әріптің мына 7 әріптің үстінде келсе, мына белгі, онда ол а мен оның ортасындағы о деген дыбыспен оқылады. Ал жіңішке әріптердің үстінде келсе мынау, онда ол ә деп оқылады. Мысалға жуандан бір әріп алайық. Қоф деген әріп жуандағы әріп. Енді алфавитте айтылуы оның қоф, бірақ оқыған кезде қ деп оқимыз. Сонда қ үстіндегі қалай оқылады? Ол жуанда о болып оқылады. Сондықтан қо деп оқимыз. Ал жіңішке әріп шин деген әріп. Шин әріпі жіңішке. Шин деген бұл алфавитте айтылуы, оқыған кезде ш деп оқимыз. Шының үстінде келіп тұр мынадай сызық, ол фатха, бірақ біз оны әмен оқимыз, себебі шин әріпі жіңішке болғандықтан. Сондықтан ш, ә, ш болады. Дәл сол секілді касра да солай. Жуанда ой, жіңішкеде и. Мысалға мынау жуан әріпі қ, астында ой, қи деп оқылады. Ал шин жіңішке әріп ш, астындағы и болып оқылады, ши. Ал дамма мына белгі барлығында да у болып оқылады. Мысалға қ, у, қу, ш, у, шу.